Сұрағым Ержан Ерікұлы сізге бағытталады. 4 ай болды салық кодексінің күшіне енгеніне. Бірақ 10-15 жылдық тәжірибесі бар бухгалтердар әлі күнге дейін жүйе дайын емес, шот фактураны жазып беру үшін порталға кіру қиын дейді. Бұл кем-кетікті сіз мойындайсыз ба? Сондай-ақ жыл басталғалы өзін-өзі жұмыспен қамтығандар саны күрт артқан, өйткені кей кәсіпорын қызметкерлерді штаттан шығарып, оларды өзін-өзі жұмыспен қамтушы ретінде тіркеп, бұрынғы жұмысын жалғастыруға мүмкіндік беріп отыр. Яғни компаниялар салықты аз төлеудің тәсіліне көшкен. Бұған қатысты сіздің пікіріңіз? Көп рахмет. Бірінші сұрақ жүйелер бойынша арасында айтайын олқылықтар болды, техникалық олқылықтар болды. Бұның бастым себебі өздеріңіз білесіздер, 14 жүйені біз жаңа 5 жүйеге ауыстыру болды. Сол кезде, мысалы, 328-ші нысан жұмыс жасау қиын болды. Камералды нұсқамаларды шығару бойынша қиындықтар болды. Ол техникалық қиындықтар. Бұдан басқа енді әр бухгалтер енді адам ғой, 10 жыл, 15 жыл бойы бір жүйеде жасағасын, ол үйреніп қалады бір жүйеге. Жаңа жүйенің енгізуі оларға да қиындықтар туғызады. Қазір таңда осы салық төлеушінің кабинеті бойынша көп ұсыныстар бар. Біз оларды осы өңірлерді тек қана жаңа кодекс шеңберінде оған енгізуге дейін ғана өңірлерді араламай, одан кейін де өзім өңірлерде жүрім, осы ұсыныстарды жазып, оларды қайта іске асырып жатырмыз. Кабинет осы өзгеріске ұшырап жатыр ұсыныстары бойынша. Енді осы екінші сұрағыңыз бойынша мынау өзін-өзі жұмыспен қамту күрт ұлғайды. Оның басты себебі бастапқы жұмысынан босату емес. Себебі бізде осы өзін-өзі жұмыспен қамту жүйесі тек қана 44 бағытта көрсетілген. Мысалы, олар такси қызметі, тамақты әкеп беру қызметі, одан басқа мысалы ұсақ шаруа, үйдегі мысалы шаруаны жасау бойынша бірнеше мамандықтар бойынша көрсетілген. Біз статистиканы әрбір оператор арқылы көре аламыз. Қазір таңда бұл осы такси, курьер мамандықтар бойынша санын ұлғайғанын көріп отырмыз. Ол біріншіден. Екіншіден, бұлар бұрын ИП болып тіркелмеген. Және де басқа мекемеде жұмысшы ретінде болмаған. Сондықтан бұл мынандай нақты дерек емес, бұл осында қазіргі көп сарапшылардың ойы, пікірі. Болашақта егер де бір мекемеде жұмысшы ретінде өзінің қарым-қатынасын жасап жүріп, ол осы өзімен өзі қамту режиміне ауысу, бізде мониторинг жүргізу арқылы онда жол бермейміз.